Саламатсыздар ма балалар? 6 сынып сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. 7-8 сабақ Қазақстанның қорықтары табиғат байлығы. Бірінші, еліміздегі қорықтар туралы не білесің? Өзің тұратын аймақта қорық бар ма? Ол қалай аталады? Табиғат байлықтарын атап айт. Қазақстанда қазіргі уақытта 10 қорық ұйымдастырылған. Қазақстандағы қорықтардың барлық ауданы 1.610.973 гектар. Қорықтар Алматы қорығы, Ақсу-Жабағылы, Наурызды қорығы. Мен тұратын оңтүстік Қазақстанда Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы бар. Табиғат байлықтары: өзендер, көлдер, ерекше жануарлар, өсімдіктер, көркем жерлер, таулар және тағы басқалар. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықта. Екінші тапсырма: тыңдалым мәтініндегі сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелдеп айт. Мәтіндегі ақпарат: дұрыс және бұрыс. Марқакөл мемлекеттік қорығы еліміздегі 5-ші қорық. Бұрыс. Екінші, Марқакөл қорығы Батыс Қазақстанда орналасқан. Бұрыс. Қорықтың мақсаты сирек кездесетін жануарларды сақтау. Дұрыс. Қорықта бауыры мен жорғалаушылардың түрі мекендейді. Бұрыс. Үшінші тапсырма: мәтінді мұқият оқып, берілген сұрақтарға жауап бер. Әрбір сөзі бөлек жазылатын күрделі атауларды тап. Ақсу-Жабағылы. Кез келген мемлекеттің ең басты ұлттық байлығының, дәулетінің іргетасының бірі оның табиғи қорлары, табиғат байлығы. Біздің де сондай мақтан тұтар байлығымыздың бірі Ақсу-Жабағылы қорығы. Ақсу-Жабағылы қорығы ЮНЕСКО жасаған дүниежүзілік қорықтар тізіміне енген. Бұл қорық Талас алатауының солтүстік-батыс бөлігін және оған көршілес Өгем жотасын алып жатыр. Оның негізгі аймағы оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас, Төле Би, Бәйдібек аудандарын және Жамбыл облысы Жуалы ауданын қамтиды. Қорықтағы ең ірі өзен Ақсудың ұзындығы 120 шақырым. Енді 10 метрге жетеді, тереңдігі жарты метр. Ақсу-Жабағылы қорығында аң мен құстың 550, өсімдіктің 200-ден астам түрі бар. Олардың көпшілігі қызыл кітапқа енгізілген. Тау өңірінде бидайық, боз жусан, төрлі шөптер, беткейінде селдір, арша орманы, субальпі және альпі шалғыны өседі. Мұнда қызғалдақты Тәңіртаудың қазақтары Ақсу-Жабағылының ал қызылы деп атаған. Ақсу-Жабағылы қорығының мұражайында 400-ге жуық жыл жасаған шыршаның кесіндісі сақтаулы тұр. Қорықтың өсімдіктер дүниесі де әр алуан. Онда мүктің 61, қынаның 58, жоғары сатыдағы өсімдіктің 1400 түрі бар. Қорықтың жануарлар әлемі де өте бай. Сүтқоректілердің 42, арқар, таутеке, елік, марал, барыс, тянь-шан, қоңыраю, борсық, сусар сияқты. Құстардың 238, гималай ұлары, кекілік, сақалтай, бүркіт, қарақұтан, бозторғай, сарторғай, ителгі, шымшық. Бауыры мен жорғалаушылардың 9, алай, жалаңкөзі, сарбауыр, кесіртке, қалантұмсықты, шұбар, қара жылан, сұр жылан. Қос мекенділердің жасыл құрбақа, көлбақа және өзендерде балықтың 2 түрі тіршілік етеді. Омыртқасы жәндіктердің де алуан түрі бар. Мәтінде не туралы айтылады? Бұл қорық туралы тағы не білесің? Мәтінде Ақсу-Жабағылы қорығы туралы айтылады. Бұл қорық туралы тағы не білесің? Ақсу-Жабағылы қорығы Талас алатауының солтүстік-батыс бөлігін және Өгем жотасын алып жатқан Қазақстандағы тұңғыш қорық. Әрбір сөзі бөлек жазылатын күрделі атаулар: Ақсу-Жабағылы, солтүстік-батыс, Талас алатауы, оңтүстік Қазақстан, Төле Би, Бәйдібек ауданы, Жамбыл облысы, Тянь-Шан. Төртінші тапсырма: бір-біріңмен ой бөлісіп, мақалдарды жалғастырыңдар. Оларды түсіндіріп айтыңдар. Отансыз адам ормансыз бұл. Жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз адам қорған болмас. Жақсы болсаң жердей бол, бәрін шыдап көтерген. Таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірген. Күтімі жаман ағаштың бітімі жаман. Тікен түлін қорғайды, ара балын қорғайды. Жаман малын қорғайды, жақсы арын қорғайды. 5-ші тапсырма: мәтінді оқып, қоқиқаз туралы өзің білетін мәліметтермен бөліс және бөлек жазылатын күрделі атауларды тап.
Құс төресі қоқиқаз. Қорғалжын қорығының басты мақтанышы қоқиқаздар. Біле білсек, бұл құсқа деген елдің ықыласы өзгеше. Айрықша сұлулығымен ерекшеленетін қоқиқаздар үшін Қорғалжын қорығы солтүстікте қоныстанатын соңғы мекен саналады. Бұл құстар жыл сайын көктемде Африканың шығысы мен батысынан, Иран, Үндістан және Пәкістан елдерінен ұшып келіп, осында ұя басып балапандарын қанаттандырып, қара күздің салқыны түсе бергенде келген жолдарымен жылы жаққа бет түзейді. Қоқиқаздың негізгі қорегі Артемия құрты. Мұндай құрттар тек тұзды көлдерде болады, ал теңіз көлінің тұздылығы әлемдік мұхиттардан 5-6 есе артық. Табиғат қорғаушы мамандардың айтуынша, ертеректе теңіз көліне келіп қонатын қоқиқаздар саны 100 мыңнан асып жығылған болса, соңғы жылдары 25-30 мыңнан аспайтын болыпты. Бұған басты себеп ретінде Азия құрлығындағы кейбір елдерде орын алатын әскери іс-қимылдар аспан кеңістігіндегі құстардың жолын тарылта түседі екен. Қорғалжын қорығының мақтанышына айналған қоқиқаздар өте тәкаппар әрі ұсақ құс болғандықтан адамдарға аса жақындамайды. Сонда да саяхатшылар осы құсты көру үшін Қорғалжын қорығына жиі барады. Әсіресе дәстүрлі қоқиқаздар фестивалі өткенде мұнда келушілер саны еселеп артады. Қоқиқаздар құстардың қырлы төсті құстар тармағының қоқиқаздар тұқымдасына жататын құстар туысы. Дене бітімі ерекше, тұмсығы имек, сирек кездесетін құстар. Кей халықтар от немесе жалын құс деп те атайды екен. Бұнда 5-ші тапсырма бөлек жазылатын күрделі атаулар: Қорғалжын қорығы, Африканың шығысы, теңіз көлі, Азия құрылғысы. 6-ші тапсырма тыңдалым және оқылым мәтіндеріндегі ортақ мәселені өз сөзіңмен толықтырып, графиктік мәтін құрап жаз. Қорғалжын қорығының басты мақсаты жануарларды қорғау. Марқакөл қорығында да көптеген жануарлардың түрлері кездеседі. Ол жануарлардың барлығы арнайы қорғауға алынған. Қорықтарда тек сирек кездесетін немесе қызыл кітапқа енген жануарлар түрлері болады. 7-ші тапсырма төменде көрсетілген қорықтар туралы энциклопедиядан ақпарат құралдарынан материал тауып, оларды кестеге картаға түсіріп жаз. Бірге бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздердің астын сыз. 1. Алматы мемлекеттік қорығы, Ақсу-Жабағылы мемлекеттік қорығы, Барсакелмес мемлекеттік қорығы, Қорғалжын мемлекеттік қорығы, Наурызым мемлекеттік қорығы, Марқакөл мемлекеттік қорығы, Үстірт қорығы, Батыс Алтай қорығы, Алакөл қорығы, Қаратау мемлекеттік қорығы. Алматы қорығы 1964 жылы құрылған. Аумағы 71,7 мың гектарға жуық. Әртүрлі ландшафт зоналарында жатыр. Қорықтың жануарлар дүниесі алуан түрлі. Мұнда 39 түрге жуық сүтқоректілер мен 200-ден астам құстардың, 965 өсімдіктердің әртүрлі түрлері бар. Келесі Ақсу-Жабағылы қорығы 1926 жылы ұйымдастырылды. Бұл Қазақстандағы ертеден келе жатқан қорық. Қорықтың аумағында өсімдіктердің 1400 түрі бар. Оның 47 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енген. Қорық 4 биіктік белдеуді қамтиды. Барсакелмес қорығы Арал теңізінің солтүстік батыс бөлігіндегі өзі аттас шөлейтті аралда орналасқан. Қорық 1939 жылы ұйымдастырылған. Жалпы көлемі 160 мың 8 мың гектар. Негізгі қорғалжын аңдар ақбөкен, қарақұйрық және құлан, яғни қорғалатын аңдар. Наурызым қорығы 1934 жылы ұйымдастырылған. Бұл Қостанай облысының Наурызым ауданында орналасқан. Мұның аумағы 191,4 мың гектар жерді алып жатыр. Қорықта көптеген көлдер бар. Қорықта сүтқоректілердің 42 түрі, құстардың 69-дан астам түрі, балықтың 6 түрі бар. Қорғалжын қорығы 1968 жылы құрылған. Қорық Ақмола облысының 239 мың гектар жерін алып жатыр. Қорықтың жануарлар дүниесі дала зонасына тән. Сүтқоректілердің 44 түрі, құстардың 299 түрі, балықтың 14 түрі, 44 түрі, өсімдіктің 343 түрі кездеседі. Марқакөл 1976 жылы құрылған. Қорықтың жалпы ауданы 75 мың гектар, оның 44 мыңын көл айдыны құрайды. Қорықта сүтқоректілердің 39 түрі мекендейді. Оның ішінде аю, сілеусін, бұғы, арқар, қасқыр және құстың 200-ге жуық түрі бар.
Үстірт қорығы республикадағы ең жас қорықтың бірі. Ол Маңғыстау облысында 1984 жылы құрылды. Ауданы 223,3 мың гектар. Қорықта сүтқоректің 227, құстың 11 түрі, өсімдіктің 261 түрі кездеседі. Батыс Алтай қорығы 1992 жылы құрылған. Ауданы 56 мың гектар. Қорық Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Қорықта жоғары сатыдағы өсімдіктердің 564, жануардың 161 түрі, құстардың 120, сүтқоректілердің 20, ал балықтың 5 түрі кездеседі. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған. Ауданы 197,1 мың гектар. Қорық Алматы облысындағы Алакөл ауданында орналасқан. Құстардың 257 түрі, өсімдіктердің 270 түрі, сүтқоректілердің 21 түрі, қос мекенділердің 2 түрі, бауырымен жорғалаушылардың 3 түрі бар. Сонымен қатар тағыда келесі қорық Қаратау қорығы 2004 жылы құрылды. Көлемі 34,3 мың гектар. Қорық шөлді ландшафты зонаның Қоңыржай белдеуіндегі таулы жерде орналасқан. Қорықта 1500 өсімдік түрін, жануарлар дүниесінен омыртқалардың 227 түрі бар. 8-ші тапсырма: тест сұрақтарына жауап бер. Бірінші, бірге жазылатын сөзді көрсет. Марқакөл. Бөлек жазылатын сөз қайсы? Алматы облысы. Дефис арқылы қате жазылған сөзді тап. 18. Яғни бұл дефис арқылы жазылып тұр, қате. Әрбір сөзі бөлек жазылатын күрделі атауларды тап. Құла, қасқа, қарала. 9-шы тапсырма: сабақталған әсеріңді төмендегі кестеге сәйкес айтып бер. Білемін. Яғни бұл жерде білемін, Қазақстанда 10 қорық бар екенін, білмеймін, Ақсу-Жабағылы қорығы жайлы толық ақпаратты. Мен үшін жаңа ақпарат Қорғалжын қорығының қоқиқаздар мақтанышы екендігі. Мені таңғалдырған Алматы қорығы жайлы ақпарат. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.